Сәлем достар, бүгін сіздермен осы күнге дейін хит болып келе жатқан тары чизкейгімізді дайындаймыз. Достар, чизкейгіміз осындай тәтті әрі жұмсақ, біркелкі болып шығу үшін чизкейгіміз піскеннен кейін 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қою керек. Тарының ең жақсы түрін таңдаймыз. Әрі қарай суға салып, жақсылап сумен жуып аламыз. Тарымызды бұқтыру үшін осылай үстіне жылы сүтімізді құйып қоямыз. Чизкейктің основасын жасау үшін бізге осындай печенье қажет болады. Печеньені жақсылап осылай үгітіп аламыз. Керек заттарымыз талқан, печенье, қант ұнтағы, сүт және май. Ыдысымызға талқан саламыз. Оның үстіне печенье саламыз. Оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Барлығын басы біріккенше осылай венчикпен араластырамыз. Сосын үстіне ерітілген май құйып, әрі қарай венчикпен араластырамыз. Венчикпен араластырып болған соң, үстіне кішкене сүт құямыз. Әрі қарай қолымызбен осылай басын біріктіреміз. Осындай тесто консистенциясы шығу керек. Мендегі 24 сантиметрлік форма. Чизкейктің основасын осылай формаға салып, қолмен әдемілеп жазып шығамыз. Шет-шетін осылай қасықпен тегістейміз, әдемі болып шығу үшін. Чизкейгіміздің основасы осындай формада әдемі болып шығады. Ендігі кезекте чизкейгіміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, қаймақ, қант, тары, 4 жұмыртқа, сливки және де кукурузный крахмал керек. Барлығын бір ыдысқа салып алып, осылай венчикпен араластырамыз. Осындай консистенцияда біздің салмамыз шығу керек. Соңында 2 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Әрі қарай бұқтырылған тарымызды қосамыз салмасына. Тарыны қосқаннан кейін осылай венчикпен басты біріккенше әбден араластырамыз. Біркелкі масса шығу керек. Дайын формаға салмамызды құямыз. Достар, біздің осы қазақи нақыштағы талқан мен осындай тарыны қосып жасаған чизкейк өте дәмді шығады. Маған дәмі сондай қатты ұнады осы чизкейктің. Қызып тұрған духовкамызда 1 сағат, 1,5 сағаттай пісіреміз. Толығымен піскен чизкейгіміздің түрі осындай болып шығады. Міндетті түрде 1 сағат, 2 сағат, 3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Кескеннен кейін біздің чизкейгіміздің түрі осындай өте сондай тарысы көп чизкейк болып шығады. Достар, сіздермен болған Алия. Тіркелуді ұмытпаңыздар.